Adam's Question. Мен әкемнің 60 жасында туған екем. Алтыбай бүкіл Телеу баласының әулиесі болатын, бізбен аталас болатын, 120 жасқа келіп қайтыс болған, бірақ үйленбеген, бірыңғай тек қана әулиешілік жолмен өткен кісі. Періште көтеріп кетті ма, жын көтеріп кетті ма? Жоқ, үштігейлі жоқ. Екі періште келіп көтеріп алып кетеді. Тұтаған адам сияқты жатқан көреді. Әр қайсының бойының ұзындығы 20 қадам. Метрге шыққанда кем дегенде 17 метр болады ғой деп ойлаймын. Өмірінде төрге шықпай кеткен. Адам ата Хауанадан тараған ұрпақ. Одан кейін топырақ апаты болды. Бүкіл 5 материкке бөлініп кетті. Енді содан кейінгі кезең су апаты деп аталады. Су апаты да болып кетті. Біздің өмір сүріп отырған дәуіміз от апатына келе жатырмыз біз. Астағфирулла. Жел апатында өзі бүкіл дүниесінде адамдар түгелдей жоқ болады, тіршілік мүлдем тоқтайды. Бұл дүние, жалған дүние өзінің жұмысын тоқтатады. Әуелі Құдай екінші Алтыбай ата деп, Алтыбай атаны көмекке шақырыпты. Ол кісі қайда жүрсе де естедік. Озған пайғамбар түсінде көріп, маған бала бол, қияметтік, маған қызмет ет, деп өзі шақырып алады. Байғожа батыр деген атақты батырдың қызы екен, жалғыз қыз екен. Содан кейін барып осы сағындық туады ғой. Деп өзінің көрін өзі қазады. Таудың ұшар басынан қазады. Сонда ол кісіге бару үшін таудың басына шығу керек. Кебіні жатыр, өзі жоқ. Санаттағы әулие 88 мың болады екен. Санаттағы машайық 99 мың болады екен. Бұл адамзат баласына 124 мың пайғамбар, 99 мың машайық, 88 мың әулие келеді деп адам атаға айтылған. Сонда түсіне Мұхаммед пайғамбар кіреді баланы. Таңертең тұрса, бала орыстың тілін мүлдем ұмытып қалған. Сөйлей алмайды. Орыстың баласын егер сүннетке отырғызса, міндетті түрде 25 жыл айдауда кетеді. Бүкіл ұрпағымен, егер сен менсінбесең, онда дүниеден баласыз өтесің. Егер менсініп алатын болсаң, содан бір бала көресің. 99 мың машайықтың біреуі Қожа Ахмет Яссауи деп етем, бас ашық. Күзім дәулегі. 17 жыл бойы сол асатаяқты асып алып, қайда баса сол асатаяқ қолынан түспеген. Баласы орыстан мұсылман болған баласы бар ғой. Сол келе алмайтын ауруларға өзі барады екен. Аллада білім де, ғылым да бәрі де шексіз деген сөз. Adam's Question. Армысыздар ағайын, эфирде Ақ студия. Оның жүргізушісі Айгүл Мырзаханқызы. Ақ студияның бүгінгі аса құрметті қонағы Қазақстан Республикасының белгілі тұлға ғалымы, Қазақстан Республикасының ғылымына еңбек сіңіріп жүрген, атағын алмаса да біздің ұлы ғалымдарымыздың бірі, ұлы деуден еш қашпаймыз. Неге десеңіздер, бұл кісінің қазақ ғылымына сіңірген еңбегін біздер, кейінгі жастар, шәкірттер солай бағалаймыз. Десек те, филология ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақтың ұлттық мемлекеттік университетінің профессоры және Қызылорда облысының Қармақшы ауданының құрметті азаматы Берікбай Сағындықұлы ағамызға қош келдіңіз дейміз. Берікбай аға, өзіңіз білесіз, біздер сіздердің шәкірттеріңіз, сіздің өзі қай шама болып қалды шәкіртіңіздің саны? Бір шама болды ғой енді, не де болса. Студент бойынша алғанда өте көп. Қаншама ғылым докторы? Магистратты алсаңыз 50 шақты. Ал ғылым докторы 7. Ғылым кандидаты 24. Мынандай мәселе, осы ғалым адамдар, ерекше дарынды, ілім қонған адамдар өзі қайдан пайда болады? Қараңыз, сол үшін қайда туылдыңыз,
Қай жерден шықтыңыз, содан бастасаңыз әңгімені. Алдымен өзімнің ата тегім туралы біраз айтып өтейін. Мен әкемнің 60 жасында туған екем. Менен басқа баласы жоқ, жалғыз бала. Сол сияқты әкемнің әкесі Мүсірбай деген кісі де Сағындықты 60 жасында көрген екен. Сағынғанда көргенім деп, балам деп атын Сағындық қойған екен. Сонда Сағындықтан бір бала, ол бір баладан тағы бір бала. Сонымен біз қада-қада болып келе жатырмыз. Бірақ әкем сол жасы үлкен кісі болғандықтан үнемі қасына ертіп жүретін мен. Үлкен кісілердің әңгімесін жалықпай тыңдайтын едім. Ең бірінші мені таңғалдырған әңгіме 1943 жылы бір інілері шақырды үйіне. Сонда Алтыбай ата туралы айтып беріңізші деп өтініш жасады. Алтыбай бүкіл Телеу баласының әулиесі болатын, бізбен аталас болатын, 120 жасқа келіп қайтыс болған, бірақ үйленбеген, бірыңғай тек қана әулиешілік жолмен өткен кісі. Сол кісімен менің әкемнің әкесі Мүсірбай деген кісі бірге қойып аққан еді. Мүсірбай 20 жаста, ол кісі 60 жаста екен. Арасында 40 жас бар. Екеуі бір байдың қойын бағады екен. Ол кезде университет, институт деген жоқ. Сол әке шешесі бір байға тәжірибе алу үшін қой бақтырады екен. Сол шамасы бір байға жіберген болу керек, жағы Мүсірбайды 15 жасында жібердім екен, енді бірге қой баққан. Сол түс көзінде жағы қойлар жатқызып қойып, екеуі тамақ бірге ішеді екен. Сондықтан Алтыбай атамның жағдайын жағы Мүсірбай әкеме өз аузымен айтып берген. Бұл елеусіз кісі екен, Алтыбай деген, 60 жасқа келгенде жай қойшы. Бір адам баласы білмейді, оны жай қойшы деп қана есептейді. Бірақ жағы көген атпайды екен балаларға. Көген аттамаңдар, жақсы емес балаларға деп. Бір ісі сондай. Екінші, малды боқтатпайды екен. Ешқандай малды боқтауға болмайды. Ол күнә болып есептеледі деп, соны үнемі боқтаған адамдармен ескерту жасап жүреді екен. Үшінші бір қасиеті, жағы қойды ауылға қайтарған кезде қолында шот болады екен. Сол томарларды шауып бастап, малдың тұяғын қағып кетеді деп, сол шотпенен томашаларды шауып бастап жүреді екен, малдың тұяғы қағып кетпесін, зақым келіп қалмасын деп. Сондай қылықтары болмаса, байдың берген тамағына, берген киіміне риза бағып келеді. Сол өмірі жас кезінен бастап солай өткен. Және әкесі туралы да ол кісінің мағлұмат өте аз. Менің әкем бір естіген әңгімесінде анық-қанығын білмеймін. Әндрей әулие дегеннің баласы деп айтатынды. Андрей әулиенің баласы деп. Бірақ одан басқа нәрсесін білмейді. Андрей деген кісіні ол Қостанайдан Телеулер осы Қызылордаға көшіп келген екен. Сол жаңа Телеулер дейді, соларды орналастырған адам деп айтады. Бірақ олың баласы ма жоқ па, анық-қанығын білмедік. Бірақ енді сол кезінде сұрап алмаған енді. Бірақ Телеу екені, бізбен аталас екені анық. Бір атадан, Есеней деген аталықтан боламыз.
Содан бір күні Мүсірбай екеуі қойды қатар айдап әкел екен, бір байдың қойы екеуі де бағатына. Соны кешкілік орналастырады, жайғастырады, сосын барып тамақ ішіне жатады, тұрады. Сол күндегі кәсіп сол ғой. Бір күні келе жатқанда Алтыбай атам Мүсірбайға айтады: балам, мына жерге бір шеңгелдің түбіне келеді. Балам, мына жерде мен шамалы дәрес алайын, сен қойды, екі құра қойды айдап апара бер дейді. Содан екі құра қойды апарып, жайғастырып бәрі. Тамақ ішетін уақыт болады. Алтыбай жоқ. Алтыбай қайда? Жоқ. Білетін тек Мүсірбай. Осындай бір шеңгелдің түбінде қалып еді. Енді түнде кім іздесін оны? Ертең келетін шығар деп бәрі ұйықтап қалады. Таңертең қараса Алтыбай жоқ. Мүсірбайды ертіп алады адамдар. Қайда қалып еді деп қалған жерін апарады. Мүсірбай ертіп апарса, екі етігін шешіп бастапты. Сол жерге? Сол жерде. Өзі жоқ. Сол 22-ші март екен. 22-ші мартта Наурыздың ақшақары жауады. Ақшақары күні жауған екен, 22-ші март күні. Ақшақарда жағы 10 қадамдай жерде жалаң аяқ қыз орып кеткен. Орны қап кеткен. Орны қап кеткен. Енді төңіректе іздеп жүрсе 300 қадамдай жерді тағы орып кеткен. 300 қадамдан барып бір ақшаға. Содан кейін ар жағында қанша іздесе де із табылмайды. Мен аулақ бар. Бұл оқиға Қармақша ауданы, Қызылорда облысы, Қуаңдария деген жерде болады. Қуаңдария. Содан бұлар хабарсыз қалады. Періште көтеріп кетті ма, жын көтеріп кетті ма? Жоқ, үштігіл жоқ. Содан 8 ай бойы бұлар Алтыбай әулиеден хабарсыз болады. Бұлар осылай хабарсыз тұра тұрсын, о кісі сол күні таңертең барады Бұхар облысы Тамды ауданы Ақтау деген жерге барады жағы бір сәске түс кезінде қойлар өріп кеткен кезде қойдың орнын қиын бұлай сыпырып тазалай бастайды. Ауылдың адамдары жиналады, мынау немене қойдың несін қиын неғып тазалап жүрсін деп. Бұнда пайғамбар жатыр деп сөйлейді. Сен есіңде қойдың қой жатқан жердің астында пайғамбар болатын бе? Ешкім жағы сенбейді. Сол молдаларын әкеледі, ақсақалдарын әкеледі, адамдар жиналады сол жерге. Жағы екі құра қойды сол жерге қамап жатады екен. Сөйтсе Алтыбай атама үлкен бір кісі келіп, әйел адам. Мен озған пайғамбардың анасымын. Біздің үстімізде осында екі қора мал жатыр, соның қиы нәжісі біздің мазамызды алды. Сен соны тазарт, бізді жарыққа шығар деп сөйлейді. Қияметтік бала болып бізге дейді. Бізге қызмет ет дейді. Ау мен қалай барамын дегенде өзіміз көтеріп аламыз дейді. Соны періште келіп, екі періште келіп, көтеріп алып кетеді. Соны ол Тағымдымен Қармақшының арасы бір айшылық жол. Бір айшылық жолда бір түнде барып тұр ғой енді. Содан ешкім келіспей қояды. Бұл өтірік айтасыз, сен бір есің ауысқан адам шығарсың. Сен келіспейміз, кет дегендей әңгіме айтады ғой.
Соны амалы жоқ болғандықтан онда мен көрсетемін дейді. Қазан Озған пайғамбардың анасын тоғры тұсынан қазып, содан не салып, саты салып, төменге түсіріп, кәдімгі ұйықтаған адам сияқты жатқан көрінеді. Әрқайсысының бойының ұзындығы 20 қадам. Метрге шыққанда кем дегенде 17 метр болады ғой деп ойлаймын. 20 қадамнан келеді. Сонда осы жерде 7 адам жатыр деп сөйлейді. Пайғамбардың басын көрсете алмаймын. Өйткені пайғамбардың басын жаулар шауып алған. Сондықтан оны көрсетуге болмайды деп пайғамбардың анасын ғана көрсетеді. Соның жиені, нағашысы, әйтеуір бәрі өзінің ең жақын адамдары 7 адам осы жерде жатыр дейді. Сол көргеннен кейін ұлықсат көмектесейік па дейді. Жоқ, ешкімнің көмек керегі жоқ. Мен өзім ғана тазартам деп, ешкімге ұлықсат бермейді. Жалғыз өзі көңнен тазартып шығады. Сөйтіп, қорған жасалады тастан. Қорғаншасы тізеден ғана келеді. Тізеден. Сол өзі жалғыз өзі тасып, алшыдан, ана аяқтан, мына аяқтан қорғанша салады. Жетеуінің үстін жай тапырақпен үйіп қояды. Үйіп қояды. 20 метр санағанда. Ал енді ол қазір де сол күйімен жатыр, ұйықтаған адам сияқты жетеуі де дейді. Суреттен Ташкентте бар көрінеді. Космостан түсіріп алған, ұйықтап атқан сияқты жатқан көрінеді. Бірақ оны қазуға пайғамбардың өзі ұлықсат етпейді. Құдайдың құдіретімен талай техникасы қаусап қалған. Содан кейін олар оны қазуға, зерттеуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Жолатпайды өздері. Жолатпайды. Сонымен бірақ төңірегінде жерленген мен барғанда көрдім, басқа бейіттердің бәрін қазып бастаған. Басқа бейіттерді қазып бастаған, бірақ пайғамбардың өзіне тиісе алмаған ешкім. Сол жетеуі сол қорғаншаның ішінде жатыр. Сіз енді өзіңіз барып көрдіңіз ғой? Көрдім, мен 2 мәрте көрдім барып. Әкем қызмет еткен жер болғандықтан, өзім арнайы соған ғашық болып көруге арнайы барып көрдім. Содан не керек, бұл кісі соған шырақшы дейді, көзі шырақшы болады, екінші халфе дейді, арабша айтқанда халфе болады, қазақша шырақшы деп айтады екен, соны шырақшылық қызмет етеді. Содан кейін барып, оған адамдар келіп, дөміп, бұл кезде аурухана жоқ, сол неге пайғамбардың басына қалай келеді, солай тәуір болып кете береді. Алтыбай адам жағы үңгір тас жасаған өзі қолдан, сол үңгір тасқа кіргізеді. Қандай ауру болсын. Ажалына келген ауру болмаса, жағы тәуір болып кете береді. Осы күнге дейін ол жерге осы мақсатпен зияратқа барады? Үңгір тасы да қазірге дейін тұр. Алтыбай адам 120 жасқа келіп қайтыс болған. Сонда 1780 жылдардың шамасында туған адам мен шамамен болағанда енді менің Мүсірбай атам 1818 жыл туған. Менің әкем 1878 жыл туған, тура 60 жас. Содан бұл кісінің Алтыбай атаның әулиешілік кереметтері көріне бастайды. Содан ең алғашқы кезде бірінші кереметі бір ауылда үлкен молда болады екен. Ол молда мақтаншақ екен. Менің білмейтінім жоқ. Кез келген жазуды, ұйғыр жазуы ма, сауды жазуы ма, араб жазуы ма, кез келген жазуды оқи берем деп
сөйтіп көпшіліктің ортасында есіп отырады. Алдыбай адам болса есік жақта отырады. Үнемі төрге шықпайды екен, ол тура есіктің алдында отырады екен. Неге? Ол өзі қойшы болғасын, сол менің орным сол деп есептейтін болу керек, өмірінде төрге шықпай кеткен. Сол босағаға құм төктіріп алып, сол құмның үстінде отырады екен. 60 жыл бойы жаңағы қойшы болғанда үнемі босағада жүрген, сол киімінде жақсы киім кимеген. Алба-жұлба сол. Енді ондай адамдарға киім, орын, төр онша маңызды емес шығар енді, неге болса. Солай сөйтеді. Содан жағы сөйтіп, қалтасына соны білгенде, бір жазуды, бір тас, жазу жазылған тасты апарып, қалтасынан шығарып алып, мына жазуды оқып беріңізші деп, молдаға ұсынады. Мақтаншақ молдаға. Иә, мақтаншақ молдаға. Енді озған пайғамбардың басына қойылған жазу болу керек, енді соны оқысын деп отыр ғой. Ана заманның жазуы, Нұх пайғамбардан бұрын өмірге келген пайғамбар. Топан судан бұрын өмірге келген. Ондай алып адамдар беркі жағында болмаған ғой. Содан жағы былай қарай шығара алмайды. Соны мынау жазу емес қой деп, есіктен лақтырып кеп жібереді. Ашық тұрған есіктен лақтырып жібереді. Онысы несі екен, өзім қолыма бермеймін екен, оқи алмаса деп, үйінен шығады, ондай жерге барып түскен тасты алады да, кетеді тағады. Алдыбай адам. Сүт қайнатым жерде енді бір талай ғой, атпен жүргенде. Кетеді да қалады. Сөйтсе молданың іші көгіп кетеді. Ой. Үлкен болып, қанша ем қолданса, онан сайын кебе береді. Өлуге қалпына келеді. Сосын молданың өзі тұрып айтады, ана кісіге мен дұрыс жасамадым, тасты лақтырып жіберіп. Не де болса, сол кісіден келді, сол кісіні әкеліңдер деп. Содан қосатпенен бір баланы жібереді. Соған қатты барынша желіп отырып келеді басына. Келгеннен кейін осындай шақырып жатыр деп, осындай молдамыз осылай болып қалды деп айтады. Жарайды, барам. Қайта бер дейді. Сізге мына ат мінбейсіз бе? Жоқ, мінбеймін. Өзім барам ғой деп. Қайта бер дейді. Сосын бала қанша нағылғанмен болмайды. Бала атты барынша салып қайтып келеді неге. Сөзі жолда қақ ортаға келгенде бір нәрсе тұсынан зу етіп алғандай болады. Оны нағылмайды. Келсе емдеп алып отыр дейді. Жағы болды. Бұрын келіпті. Шапқан аттан бұрын келіпті. Сөйтсе жағы масқара болған ғой енді. Ол кісіге ат керек болмай тұр ғой. Иә, ат керек. Сол бірінші көрсеткен осы кереметі. Одан кейін жағы екінші кереметі сөзігі өзі халық көп келетін болғасын мешіт салмақшы болады. Екі өжірелді, екі бөлмелі мешіт адамдар отырады. Сонда намаз оқитын мешіт соған не іздей бастайды. Өрелік ағаш үстіне салады. Соны Бұхараға барса, бір өзбек ағашын таңертең ең шығып келе жатқанда кесіп демалып отыр екен. Алдыбай атам сол өзбектен сұрайды, ағашыңыз сатасыз ба деп. Сосын мынау аты жоқ, түйесі жоқ, қарапайым адам қорытын асып алған. Несімен алып кетеді, мазақ қалып. Сол дарақты көтеріп алып кетсең, иығыңа салып, тегін білем депті. Рас па депті? Рас депті. Сосын бисмиллахир-рахманир-рахим деп иығына салыпты. Сосын бұлай дырылдата бастапты. Сосын бір уақытта кетіп бара жатыр, сөйлетіп. Мынау тегін адам болмады ғой деп, белдеу тұрған атым міне сала қуады ғой. Сөйтсе онан сайын жағы атқа жеткізбейді. Шағын көреді отырады,
бұл атынан шабатта отырады. Сол жерде Ағытпа деген жер бар бір. Жарты күн жүреді Бұқардан. Бесін намазын оқуға тоқтап, Ағытпа көл бұлақ қой. Бұлаққа тоқтап, намазын дәлет алып отырған сосын келді. Қасына қойған ағашта. Аттан түсе сала домалайды. Мен жасым жаңылдым. Дейді өзбек. Мен осы жасқа келгенше бала көрмедім. Мен енді сіз менің бағалауымша әулие адам сияқтысыз. Тегін адам емессіз. Тегін адам емес. Сіз маған бір бала тілеңіз. Құдайдан осы шынымен бердім сізге. Сатпай. Тегін бердім ағашты дейді. Ай, жақсы. Алла қаласа беретін шығар дейді. Сөйтіп бір несін жылып алады да шығып тұрған несін киімдері жылма-жылма қойсын бір бөлегін жылып алады да мынаны балалы болсаң бесіңе тағып қоярсың деп береді. Кейін ол балалы болады. Жаңа өзбек. Одан кейін де келіп сәлем беріп кетеді ғой енді. Көзім әулие деп аталған. Содан мешін салады ғой. Одан кейінгі көрсеткен қызметі күзімді әулие деп аталады. Озған пайғамбар деп аталмайды қазір. Бәсе, ол көп естілмеген ғой Озған пайғамбар деп аталмайды. Озған пайғамбар деген атты айтып жүрген Алтыбай атам. Күзім деген ағаш. Ол ағашты Алтыбай атам таудың басына еккен. 2 жерге еккен. Сол ағаш мен өз көзіммен көрдім. Таудың басында кәдім тастың арасынан шығып тұр. Тастақ жерде? Тастан шығып тұрған таудың басында тастан. Енді онша биік тау емес, аласа тау ғой, 1 километр, 1,5 километрдей. Аласа тау ғой енді. Көзім істеген істер қажап. Қажап. Ол тауға да бардыңыз ғой, көрдіңіз ғой? Көрдім. Сол күндегі ағашты өз көріммен көріп, жерге еккен, бәрін бірде көрген жоқ, бір ағашын көріп қайттым. Содан күзімді әулие танып кеттім. Күзім деген ағаш таудың басына. Енді озған пайғамбар деп бүкіл өз өмір сүрген пайғамбарлардан кереметі озғандықтан озған пайғамбар деп атаған деп айтатын менің әкем. Кереметін оздырған, мұғжизасын оздырған, яғни өзі өмір сүрген кезеңдегі пайғамбардың, мысалы біздегі Мұхаммед пайғамбар, барлық пайғамбардан ұлық болып есептеледі. Сол өз заманындағы ең ұлық пайғамбар деп айтады. Сосын екінші жағынан өзім ойлаймын, озған, уақыт жағынан озған, бұл Нұх пайғамбардан бұрын өмірге келген пайғамбар. Сондықтан оның несі туралы, өмір тарихы туралы, бүкіл халқы туралы ешкім еш нәрсе білмейді. Сондықтан оны жабық қалдырған болу керек. Атында айтпайды, қалғанда айтпайды. Яғни бұл бірінші адам ата Хауанадан тараған ұрпақ, одан кейін топырақ апаты болды, бүкіл 5 материкке бөлініп кетті. Енді содан кейінгі кезең су апаты деп аталады. Су апаты да болып кетті. Біздің өмір сүріп отырған дәуіміз от апатына келе жатырмыз біз. Астағфирулла. Біз от апатына ұшырайтын ұрпақ болып есептелеміз. Сонда одан кейін ең соңында жел апаты болады. Жел апатында өзі бүкіл дүниесінде адамдар түгелдей жоқ болады, тіршілік мүлдем тоқтайды. Бұл дүние
жалған дүние өзінің жұмысын тоқтатады. Бұл уақытша дүние. Таудың ұшар басына ағаш шығаруы, оның өніп осы кезге дейін тұруы өте ғажап дүние деп есептеймін. Ол бірінші Құдайдың құдіреті, екіншіден озған пайғамбардың құрметіне жасалған мұғжиза деп есептеймін. Өйткені таудың басына ағаш шығуы логикалық жолмен алғанда мүмкін емес. Өз көзіммен барып көріп қайттым, кез келген адам оны көріп қайтады. Ол барғанда сондықтан сол көзімде әулие атанып кетеді. Озған пайғамбар деп ешкім айтпайды. Сонымен мен тек қана ерекше оқиғаларын ғана айтам, болмаса бұл кісінің көрсеткен кереметтері өте көп. Өте көп. Соның ішінде сол кісінің өте кереметті екенін айғақтайтын мысал деп есептеймін. Біреу енді бір кісінің баласы, жалғыз баласы екен, қатты ауырып қалыпты. Енді сол әне жүріп кетеді, міне жүріп кетеді деп қорғып отырса керек. Сосын әуелі Құдай, екінші Алтыбай ата деп, Алтыбай атаны көмекке шақырыпты. Ол кісі қайда жүрсе де естеді екен. Содан тура сол кезде 5 күншілік жүрді жүр екен жаңағысы. Соның естетті, шай ішуге отырған кез екен, бір кесені шетте төңкеріп бастап, бір пақыр мені шақырып жатыр, енді бармаса болмайды деп, жағы үйдің егесінен ұлықсат сұрап шығып алып кетеді. Ол үйді бұл жердегі адамдар да бәрі де білет, атақты белгілі кісі екен. Соны келіп, кәдімгі тарихта болған адамдар бәрі. Содан Алтыбай атам жағы үйге келіп қалатын шығар деп отырады. Оның көкісінің көзді ашуға келетін жұрттың бәрі біліп қалған о көзде. Содан келіп қалдым екен деп келіп қалдым, әйелін сыртқа шығарып жібереді, жоқ ешкім көрінбейді деп. Содан ит үрген сайын шығаратын көрінеді. Бір көзде өліп атқан ит там-тырыс болып қалады. Өзінен өзі ешқандай ит өлмейді. Бірақ та Алтыбай атам кіріп келеді. Кіріп келіп, не болды? Осындай жалғыз бала өліп қалам деп, қорқып шақырып. Содан, ой, ешнәрсе етпейді. Осыған бала шақырып жүрсін ба деп, бір-екі рет түкіріп жіберген екен, ертеңіне шауып кетіп шақырып баласы. Иә. Соны бұл оқиға елге тарайды ғой. Соны бір кісі күмәнданып, 5 күндік жерден атпен жүргенде зорға келетін жер, сол жерден келді деген Алтыбай әулие өтірік болуы, мен анықтайын сол кісі бар. Сұрайыншы деп. Мен пәлешенің үйінде отыр едім деген ғой алды Алтыбай атам. Сонда естін деп бәрін айтады ғой. Сосын соны арнайы шығады ғой, сол 5 күнге. Қайту 5 күн, 10 күнге жолға шығып, соны барып сұрайды. Осындай біздің үйге келген рас. Бір кесені ішті, сосын осындай бір бақ шақырып алды деп, түрегелді деп, біз ұлсаттырады, кетіп қалды дейді. Ана кісі растаған әңгімесі. Алтыбай атам болған рас деп. Енді өтірік айтпайтын кісі ғой енді. Содан сөйтіп барып жағысы не қылған екен. Сондай өзі де сондай сенбейтін адамдар болады екен. Енді ол кездегі адамдардың рухани деңгейі бізге қарағанда кішкене жоғары ғой. Ол кісілер әулие қасында жүрген адамдар ғой. Соның өзінде де жағы күмән келтіріп жатыр ғой. Сонда ол кісінің атын атағанда еститін болған болып тұр ғой. Иә, атын атағанда еститін. Сосын сіздің әңгімеңізге қарап отырсақ, қазір баратын жеріне де,
әулиелік жасайтын жерінде де ұшып жүрген. Иә. Солай ғой. Иә, солай. Енді немен ұшқан? Бір кісі Бұхар мен Тамның арасы 300 километр жер екен. Арада Қызылқұм деген үлкен құм бар. Сол құмнан кесіп өту керек. Сол құмның үстінде келе жатқан кезде түйесін бір неге байлай салса, шешіліп кетті. Жағы бидасын дәресін дұруға отырса, үстінде азық-түлігінің бәрі үстінде. Жағы түйесі жеткізбейді, қашады егесіне. Бұл енді шілде қайнап тұр. Өлетіні анық түйеге ұстатпаса. Содан жағы кісі жылайды. Я Алла тағала, я Алтыбай ата жолыңа ақ сарыбас қой құрбандық. Осы түйемді ұстап беруге көмектес дейді. Содан жылап келе жатады, түйе жеткізбейді, ол жақындаған сайын әрмен қарай қаша береді жолмен. Содан бір уақытта үстінен қарға ғақ деп өтеді жағы кісінің үстіне. Қарғада шаруасы қанша, өзі өлем деп келе жатқан адам. Ілгері жүре береді жайымен. Содан бір уақытта қараса түйесі қозғалмай тұр орнында. Келіп қараса бір кішкентай ғана томашаға ілініп қалып, бидасы. Солмен тұр, мініп алып ауылына келеді. Ақсарыбас деген қой Түркменияда ғана сатылады екен. Аппақ, басы ғана сап-сары болады. Сонда 100 қой беріп алады екен. 100 қой. Я болмаса 100 қойды құрбандыққа шалып халық шақыру керек құда жолдысы. Я бір қой шалу керек, Ақсарыбас екеуі де қабыл болады деп есептелінеді. Бір Ақсарбастың құны 100 қой. 100 қой, иә. Содан бір жыл өтеді, әлгі кісі ұмытып кетеді. 2 жыл өтеді, ұмытып кетеді. 2,5 жыл болады. Содан үлкен бір ас болады. Асқа келмейтін адам жоқ, жан-жақтан адам келеді. Содан Алтыбай адам жағы бір үйге барады да, сол босағада отырып, шегеуім төктіріп, отырып, сосын аузына бір ауыз тиеді, сосын үлестіре бастайды екен жағы. Оғысының қолынан асау деген үлкен мәртебе. Бірақ отырған орны босаға, құм төсегі. Иә, сөзін отырып алады да, асатады. Адамдарға үлкен де тұрады, кіші де тұрады, бала да тұрады. Үлкен өшіреді. Қашан таусылғанша табақ. Әрине ол әулиеге үлкен табақ таратылады ғой енді. Иә. Соның бәрін түгелдей асатады екен. Сол түйесі қашып кеткен кісі де соның арасында бар екен. Сосын ол кісіге 2 рет асатады. Бір атқанның орнында. Сосын діземе отырш асатып болайын, қасыма отырш деп сөйдейді. Қасына отырғызып қояды. Содан жұрттың бәрін асатып болады. Жұрттың көзінше Бұқарадан келе жатқан кезде Қызылқұмда сен түйең қашып кетіп пе дейді. Қашып кеткен. Рас пе? Рас. Сөйтіп жылап келе жатқанда Ақсарыбас қой атағаның рас пе? Құдайдың жолына, менің жолыма рас еді. Төбеңнен бір қарға қақ деп өтті ғой. Рас пе? Өтірік пе дейді. Рас, рас. Өкіріп жылайды. Халықтың өзінше. Сонда
сен құдайды алдадың ба, әлде мен алдадың ба? Ақсарыбас атап деп сөйлейді. 2,5 болды, берген жоқсың ғой Ақсарыбасыңды деді. Сонда 100 қойын әкеліп, соны таратпай, бүкіл халыққа сол асық жалғастырған екен. 100 қой әкеліп, сол жерде табанда сойған. Сөйтіп, қарыздан құтылған. Бұл не деген керемет? Содан бұл кісі кереметтері өте көп, оның бәрін айтсам тауыса алмаймын. Ол кісі үнемі ғайыбен 40 жылдармен бірге намаз оқиды екен, Алтыбай адам. Сол ғайыбен 40 жылдан сондай кереметті әулиелерге, пайғамбарларға келіп намаз оқып кетеді екен. Сол кім Гүжімді әулиеге келген кезде кімді қосып алмайды екен, Алтыбай адамды. Ал енді Мәлкажар әулие деген бар, 5 күндік жер екен. Жаңағы 5 қонат барып, 5 хон, сол кезде солардың әңгімесі бойынша 5 хон баратын жерде бар сөйлейді. Сол жерде Мәлкажар әулие тұрады екен. Мәлкажар әулие деген Мәлкажар Мұхаммед пайғамбардың сахабасы екен. Саугершілікте сол жерде қайтыс болады екен. Сол жерде жерленеді екен. Соны Мәлкажар әулие деп атайды екен халық. Сол Мәлкажар әулиенің басына барса, ғайыбын 40 жағын қосып алады. Онда бірге оқиды. Гүжімді әулиеге келсе, қосып алмайды. Содан бұл кісі өкпелейді. Гүжімді әулиеге. Пайғамбарға мен 60 жыл қызмет еттім. Сонша еңбегіме қарамастан маған бұл қосып алмайды. Яғни пайғамбардың өзі ұлықсат етпей тұрғанын деген сөз ол. Ал Мәлкажарға барсам қосып алады. Сондықтан сол Гүжімді әулиені тастап Мәлкажарға көшіп кетеді. Халық сұрайды, сіздің кейін кім болады? Бұл пайғамбарға шырақшылық ету, кәлпелік жасау екінің бірін қолынан келмейді. Сіздің кейін кім болады десе, Телеуде бір бала бар, Қоңдарияда 8 жасар. Сол бала 43 жасқа келгенде менің орныма болады дейді. Сол менің әкем 8 жасында, 28 жасында сол Тамдауданына барады. Ағайындардың бәрі сол жерде тұрады. Өзім кәдімгі ең жақын деген ағайынның бәрі Тамда ауданында тұрады. Бірақ ол сол бала сен емес пе екен деп үлкен кісілер айтып қояды, бірақ бұл менің әкем екен, емес екен ешкім де білмейді, өзі де білмейді. Сонымен жүре береді. Сол 43 жасқа келгенде менің әкем сағындыққа Озған пайғамбар түсінде көріп, маған бала бол, қияметтік, маған қызмет ет деп өзі шақырып алады. Сонымен пайғамбар шақырғасын, ол кезде 2 әйел алған екен, бірінші әйелі қайтыс болған, екінші әйелі 3 жыл отасым бала тумағаннан кейін қоя бердім деді. Сол бойдақ жүрген кез екен, 43 жасында. Сонда барып қызмет етеді. Содан сөйтіп жүргенде әкеме жағы ағасы шеше өзі әкеден біреу болғанмен, шешеден 5 ағайын, өзімен 6 болады. Сонымен сол 5 баласымен атақты бай екен, Мүсірбай деген кісі. Өте бай болған кісі. Сол 3 рет қыздай аялы қылған екен, бірақ 3-і де бала тумапты. Сосын не де болса, сол баласы бар әйел алып көрейін деп, сол анамызды алған екен, қанша анамызды. Ол сол кездегі Байғожа батыр деген атақты батырдың қызы екен, жалғыз қыз екен. Содан кейін барып осы Сағындық туады ғой, Мүсірбайдың.
Енді мен Алтыбай әулие туралы айтып отыр едім ғой, ол сол айтып кеткен 8 жасар баласы 43-ге келгенде Алтыбай атамның қызметін атқарады. Ол енді Мәлкажар әулиеге білдім сояқтан өзінің үй жай жасап, мүлдем көшіп алады өмірінің соңғы кезінде. Кімді жағы өкпелеп кетіп қалады, Осқан пайғамбардан. Сонда әкем бұны былайша түсіндіретін тұғын. Мынау Осқан пайғамбары қанша дегенмен анау заманның адамы, Нұх пайғамбардан бұрын өмір сүрген адам. Басқа діндегі адам. Сен мынау Мәлкажар болса, ислам дініндегі адам. Өзіңнің дініңмен бірге бол деген шығар деп сондай түсініктеме беретін тұғын. Ояқта жүргенде басты көрсеткен караматы бұл кісі өлетін 120 жасқа келгеннен кейін мүриттерін айтады, менің өлетін уақытым болды, мен пәлен күннен кейін қайтыс болам дейді. Бірақ өзінің көрін өзі қазады. Мүриттер айтады, неге біз қазбаймыз, сіз неге қазасыз? Жоқ, кісінің әрбір еткен еңбегі басқа адамға міндет болады. Мен өзім қолымнан келіп тұрғанда өзім қазам деп өзінің көрін өзі қазады. Таудың ұшар басынан қазады. Сонда о кісіге бару үшін сол таудың басына шығу керек. Бір құшақ сексеуіл. Олар шырпы деп айтады сол жерде. Бір құшақ шырпы, бір құшақ жыңғыл әкеліп, бетін жаба салдыңдар деп сөйлейді, бос. Сосын айтқаннан кейін о кісінің айтқаны заң. Бір құшақ сексеуіл, бір құшақ жыңғыл әкеліп, көрдің бетін жауып тастайды. Содан бір мүриті шыдамай, бұл неге бұл бос тастады екен? Дәуде болса шығып кетейін деп ойладым екен, бұл өлмегенде шығар деп ойлайды. 120 жасқа келді. Жұрттың көзінше өлген болып, нағылған шығар бос тастаған себебі деп ашып көреді. Көрсе, кебіні жатыр, өзі жоқ. Сода зәре шығып кетеді. Бұны тісінен шығармайды. Ешкімге айтпайды көрген оғасын. Содан кейін Құдайдың құдіреті жағы не? Тауға сексеуіл шыға ма? Тауға жыңғыл шыға ма? Тасқа жыңғыл да сексеуіл де шығып кеткен. Оны менің әкем өз көзімен көріп, зират етіп қайтқан. Арнайы барып, зират етіп көріп қайтқан. Әңгімені айтқанда әкем, сізге өтірік, маған шын деп айтады әңгімесін. Өйткені өзінің көзімен көргесін шын болады ғой. Ал естіген адамға өтірік болады. Күмән келеді, шүбә келеді. Сондықтан сол сөзді айтып алып барып айтатын тұғын. Сонда жарықтық бір пейіштің исіме өте тамаша иш шығып тұрады дейді. Сексеуілмен жыңғылдан. Сондай істі көрдім, пейіштің исім екен деп қояды өзі әкем. Соны шіркін мен де көрсем деп армандайтынмын сол кезде. Сол сәбетімге шыққан кезде өз-өзінен көшіп кетіпті. Жыңғылда, сексеуілді, көрдің беті ашық қалған. Ешкім жоқ, онда сүйекті жоқ, ешнәрсе жоқ. Өйткені жаңа адам көрді ғой, бір адам. Әлгі тек қана кебіні қалған. Сондықтан ол жерде ешнәрсе жоқ. Қазір барған адам сол Алтыбай әулиенің несін жатқан көрін, шұғанағын ғана көреді. Бірақ жаңа жыңғылда сексеуілді көре алмайды. Қалай сәбетіметі орнайды, солай өзінен өзі көшіп кетеді. Басқа жаққа, Құдай біледі, қаяққа кетіп кетеді. Енді қасиет нәрсе болғаны ғой. Мінеки осындай ғажап
кереметтер көрсеткен адамды мен санаттағы әулие деп есептеймін өз басым. Сандағы әулие болады. Сандағы әулиенің өзі үш түрлі болады. Өзі де білмейді, халық та білмейтін әулие болады екен. Өзі біледі, бірақ халық білмейтін әулие болады екен. Өзі біледі әулие екен, бірақ халық білмейді. Өзі де білетін, халық та білетін әулие болады екен. Бұл енді Алтыбай атамдар өзі де біледі, халық та білетін әулие болды ғой енді. Одан кейін, одан жоғары түрі кемеліне келген әулие дейді. Одан жоғары түрі жағы санаттағы әулие дейді. Санаттағы әулие 88 мың болады екен. Санаттағы машайық 99 мың болады екен. Сонда түгелдей айтқан кезде бұл адамзат баласына 124 мың пайғамбар, 99 мың машайық, 88 мың әулие келеді деп адам атаға айтылған. Сол 88 мың әулиенің біреуі ме деп есептеймін, әсіресе жағы көріне. Мен бүкіл адамзат баласының тарихында ондай оқиға естіген емеспін. Біріншіден өзінің көрін қазған адам, екіншінің өзінің көріне таудың басына жағы сәксеуілменен жыңғал шыққан адамды мен қанша кереметті әулиелердің, пайғамбарлардың тарихын оқып жүрмін, ондай адам кездестірген емеспін. Соған қарап ойлаймын. Мүмкін сол 88 мың санаттағы әулиенің бірі шығар, Алла Тағаланың достары. Яғни санаттағы әулиенің бәрі де, санаттағы машайық та, санаттағы пайғамбарлар да бәрі де Алланың достары болып есептеді. Одан басқа да достары көп қой. Жағы шейіт болып кеткен адамдар да дос, бәрі де, тақуалардың бәрі де дос болып есептеледі. Бірақ жағы санаттағы ол өз алдына бөлек әңгіме. Мінекей Алтыбай атам туралы әңгіме осыменен тоғырам. Енді мен өз әкеме көшейін. Өз әкем Сағындық 43 жасқа келгеннен кейін бұл кісіге де бұл шамамен алғанда 1920 жылы бұл кісі шырақшы болады. Совет үкіметі Қазақстанда орнағанмен ояқта орнай қоймаған кез. Ол 30 жылы, Бұхарада 30 жылдары барып орнай бастайды Совет үкіметі. Оның арасында 16 жыл сол. Оған дүміп келіп жатады. Сонда менен сұрайтын еді әкем, бейсенбі жұма күндері 500 қой сойлады дейді. 500 қойды жеу үшін қанша адам жиналу керек деп сұрайтын. Бір табақта 10 адам жеген күннің өзінде, әр табақта. Сонда 500 қойды қанша адам жеу, сондай 500 қой сойлатын білем, сонша адам бейсенбі жұма күні келіп жатады. Келген адамдардың бәрі сау алып кетіп жатады. Әсіресе жын соққан, пер соққан адамдар да көп келеді дейді. Сонда жын соққан, пер соққан адамдарда түсіме кіріп әулиелер айтып тұрады дейді. Осындай пәден жақтан келе жатыр, пәден содан арқасына ұрып жібер дейді. Арқасына ұрады, себеп мен әкеме арқасына ұрғаннан дәуір болып кеткен сияқты бұлайынша халыққа. Менде тұрған нәрсе жоқ. Арқасынан бір ұрып жіберем. Түйеге байлап келген жындылар ертеңгі сап-сау болып, туысқандарымен әңгімелесіп кете береді. Ондай оқиға талай болған, талай неге келген. Ал енді сол арада енді бұл кісіге 21 жылы орыстан мұсылман болған бір бала келіп, бала болады менің әкеме. Екі әйел алған дедім ғой, бірақ мұна бір әйел ағасының әйелі қайным деп іздеп барады ескі неменен. Сол алмайым дегеніне тыңдамай халық сол қоймастан сол ақсақалдар әкемді сол мәжбүрлеп алдырады. Сонымен үшінші әйел болып сонымен екеуі тұрып жатады.
соның үстіне жаңағы орыстан мұсылман болған бала келеді. Бір күні таңертең бұлақ бар сол жерде, жаңағы күзімді әулиенің басында ағып жатқан дейді. Сол бұлақтан дәрет алып, намаз оқиын деп едім, таң намазын дейді. Біреу мешіттің ішінде Аллахи деп зікір салып атқан естідім дейді. Таң атпай ешкім келмеуші еді. Бұл кім болды екен деп есіктің алдына келдім дейді мешіттің. Сөйтсем, ассалаумағалейкум, сағындық қалпы деп, жағы енгізілдей, мен әкемнің иығынан келетін ем. Иығынан ғана. Сонда мен басы жоғары тұратын, биік болатын. Сонда әкем айтады, ол не, ана орыс басы, мен оның иығынан ғана келдім дейді. Орыстың енгізілдей бір алып адам болып тұр. Алып тұр, сонда жағы қазақша сөйлеп таза сөйлейді. Сосын көрді. Бірақ орыс. Орыс, Сосын оқиғасын айтып берді дейді. Содан бұл Атбасар, біздің Атбасар деген қазір қала бар ғой. Аудан бар ғой, Атбасар ауданы. Ақмола ғой дейді. Иә. Соның өзі өз бастығы ма, үлкен бір шенді адам сонда тұрыпты. Соның 8 қызы бір ұлы болады екен. Ұлы осы жағы шайх деп атап кеткен. Осы шайх екен. Сонда түсіне Мұхаммед пайғамбар кіреді баланы. Сен енді бұдан бұлай еңе бала болмайсың. Әке шешек маған бала боласың дейді. Сөйтіп Құранды көрсетіп, мына Құранды оқы дейді. Оқи алмаймын дейді. Олай болса мен оқиын деп өзі оқып, Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп оқса жағы соңымнан ілесіп отырады. Мен не айтсам, соны айтып отырады. Соны айтып отырады. Соны бір ауызда оқып кетіп қалады. Өйлетіп түгелдей миында қалып қояды. Таңертең тұрса, бала орыстың тілін мүлдем ұмытып қалған. Сөйлей алмайды, бірақ түсінеді. Аналар әке шешесі не айтып жатқанын түсінеді. Бұл сөйлейін десе, арабша сөйлейді. Бұның арабшасын анау әке шешесі түсінбейді. Бұлар содан ойлайды олар. Бұл балам біздің жынданып кетті дейді. Сөйтіп екі аяқ қолын байлайды баланы. Сөйтіп бір бөлмеге қамап тастайды. Өздерін жағы Петербургқа ма, үлкен жерге жағы жынның оқуын оқитын попқа жұмсайды, дәрігерге. Жынды қайтарады. Содан бұл бала жылап жатады, жағы үйде. Қанша жылайды, соңға көріп жылайды, бәрібір келер. Нәрсе жоқ, аяқ қолы байлаулы. Мен саумын деп айтады, бәрібір түсініп атқан ешкім жоқ. Содан тағы келеді Мұхаммед пайғамбар. Не етіп кеттің, мен манау аяқ қолым байлаулы деп жағы несін айта бастайды. Арызын. Сөйтіп пайғамбар айтады, менімен бірге жүр, мойныма мін, жағы мен үйреткен Фатиха сүресін айт дейді. Бисмиллахи-рахмани-рахим, алхамдулиллахи раббил аламин. Олаз залин деген кезде барып көзіңді аш дейді. Оған деген көзіңді жұмып отырды. Сосын Ленин баяғы Санкт-Петербургтағы нәрсе. Попқа кеткен. Ол түнімен кетіп бара жатыр ғой, олар жолда, ол барып та үлгірмеді. Бұна түнде көрініп еді, бұна тілі байланып қалды. Орысша. Енді келесі түн ғой, енді келесі түн келіп, бұны алып кетті. Қайтадан, содан Қызылқұмдың ішіне әкеп тастайды. Кәдімгі
қарағым қызылғым деген бар. Қызылғымның ішіне содан тағы жылайды бала. Мені өлтіруге келген екен ғой. Енді шын өлетін болдым ғой деп жылап. Соның бір уақытта таң атады босарып. Қараса бейт тұр, мола. Орыста мақал бар екен, бейтті жерде су болады, сулы жерде ел болады дейді. Сол мақал есіне түседі, бейтке барып, Құран оқиды. Құран оқып жан-жағында төбеге қарап жүрсе, үш үйдің бір төбесі көрінеді дейді. Барады, әлі күн шықпаған. Жетіп барады, соң барса біреуге жағы, біреу мол екен соң. Арабтың тілін таза біледі. Екеуі сөйлеседі, болған оқиғаны айтады. Ойбай, онда сен қасиетті бала екенсің, пайғамбардың түсіне көрген. Маған бала бол деп жабысады. Ой, бала болмағанда кетеді. Қызылғымның қақ ортасында болып бала дейді. Сонымен таңертең кешке дейін сыйлап, тағы қонады. Сол үйде қонады. Таңертең ақ түйемен келеді бұл жолы. Мұхаммед пайғамбар. Енді үшінші рет кіріп тұр ғой енді. Ақ түйемен келіп, мінгіз балам дейді. Мен сені бір жерге апарып бастаймын. Бала болам дедім. Ой, оған бала бола алмайсың. Содан ақ түйеге мінгізіп, үлкен бір мешітке әкеп бастайды. Онда мешітке әкелгеннен кейін 40 өжірелі мешіт екен. 40 бөлмелі мешіт екен, өте үлкен мешіт екен. Іші тола молла, бәрі. Содан келіп. Мир араб бекен кім біледі? Қай жер екен кім? Бірақ Қазақстанның жері айды. Содан келіп, моллаларын сынайды. Кез келген жеріне жатқа айтады Құранды. Аяғынан сұраса, аяғы, басынан сұраса, басы, бірақ бір әрпін танымайды. Содан әбден көз жеткеннен кейін, молдалар енді ең үлкені тұрып айтады, маған бала болды. Болады дейді. Сол кезде ойына бір сөз түсе кетеді Құдайдың құдіреті. Молда болу үшін мен христиан дініндемін. Мен сүндет ешкім отырғызған жоқ. 9 жастамын. Мені сүндетке отырғызыңыз, сосын бала болам дейді. Шошып кетеді молдалар. Орысияға бағынады. Ол молда ма, басқа ма көзі Сібірге айдап жібереді екен. Орыстың баласын егер сүндетке отырғызса, міндетті түрде 25 жыл айдауда кетеді. Бүкіл ұрпағымен, тоқым тұяғымен бәрін айдап жібереді екен. Неге? Сібірге. Сол шошып кетеді, бәрі жоқ. Содан бұл елден елге қаңғып кете береді. Содан қаңғып, ана ауылға бара, ақырында Қарақалпақстаннан бір ақша қайды. Қарақалпақстанның бір байы бар екен. 60 жасқа келген екен. Бала көрмеген екен. Жаңа бала тұрып айтады, бай тұрып айтады, маған бала болды. Бала болды, 1000 санада адам айтады, бірақ жауабы біреу-ақ. Мені кім сүндетке отырғызса, соған бала боламын. Сосын ешкім отырғыза алмайды. Сонымен 18-ге келеді жасы. Жаңағы Қарапал 18-ге келгенде мен отырғызам дейді. Мені атса қазір. Бірақ сен балам бар деген сөзді естісе менің арманым жоқ. Бала болмаған. Деп сонымен сүндетке отырғызады, той жасайды, ұлан асыр. Содан 4 күн жазады сөйлейді. 4 күн қонғаннан кейін озған пайғамбар түсіне кіреді. Жаңа баланың озған пайғамбар түсіне кіреді. Сен бұл Қарақалпаққа бала бола алмайсың. Маған бала бол. Не деген тағдырлар? Сен бізге кел, менің басымда Сағындық халфе деген халфе қызмет етеді.
сен соған бала бол, маған бала бол деп айтады. Содан бұл жағы ұрланып қашып кетеді. Жағы үйде. Сөйтіп қашып, түнімен жүріп отырып, менің әкеме келген бой екен сол. Ол енді қанша жер жүргенін Құдай білсін, енді бұнда пері көтеріп кеттім екен, енді көмек болған шығар. Соған қан болып келді дейді. Алтынсары деген жеңгем бар еді дейді. Жақсы жеңгем соны сормақта жасап, соны жазып алдым өз қолыммен деп айтып отырады әкем. Содан Мұсылманбек деп бәріміз жиналып ат қойып, ешкім Мұсылманбек деп айтпады. Шайқы деп айтып кетті дейді. Шайқы ғой енді, мас адам сияқты кәдімгі сөйлейді. Соны шайқы деп кеткен. Соны шайқы, содан Совет үкіметі орнаған кезде, шамамен алғанда 33 жылдары, 12 жыл бала болдым дейді. Осында 21 жылы 12 қоса 33 болады, 33 жылы. Осы Дамасқа қаласына кеттім дейді. Сонда бұны өзбектер де біледі, қазақтар да біледі. Шайқыны бір-екі рет шаш шишан дегенде шыққанса өзі сол шаш шишан екеуін түрмеге де қамап қояды. Сөйте түрмесі құлыптаулы күйімен қалып қояды. Бұлар шығып кетеді. Оға шығып кету деген ешнәрсеге тұрмайды бұларға. Құлыптаулы күйімен қалып кете береді. Сонда сол әкем содан кейін әбден мені алып кетті бем, Дамасқа, Сирияға сені алып кете алмаймын. Жолда мен әруақтар көтеріп ұшады. Қара теңіздің үстінен шуға тура келеді. Қара теңіздің үстінен мен сені алып ұша алмаймын. Қара теңізге дейін жеткізіп тастасам, соны қаңып қаласың далада. Сіз өз жерде қала беріңіз, енді осы мен Одинеде кездесейік деп қош айтысып, 33 жылы сол кетеді. Сонда Сирияға барып, ағаштың басына шығып кеткен бір тайқазан бар дейді, 2 тонна тамақ кетеді екен ішіне. Сол асқазанмен бір алған кейін түседі, халыққа сол шүлен таратып, отырам деп сөйдеген. Менің әкем әбден құлазып, сол бұрында бала тілейді екен, баласы жоқ. Жағы кімде бала тумайды, іздеп келген жеңгесі. Алғашқы 2 болса да, сонымен 3 жекелі болдық. Енді сол маған бала тілеп, күнде әуле көзіне көрінген сайын, әуле теріс бұрылып кете береді дейді. Мен бала тура ең соңында шаруашылық әулеге анаяқтан адам келеді, мынаяқтан адам келеді. Оған мынадай не жасайсың, оған мынадай жасайсың деп. Жағы келген адамдардың жайын айтып тұрады ғой, әкем түсінде, бәрін түсінде. Сосын жағы түске кірген әулиелерге айтам дейді, мен бала, мен осындай жасым болса 50-ден асты. Енді бала көрмей, дүниеден баласы өден ба, деп үнемі сөйтіп нақтады екен. Жылап айтады екен, тыңдамайды, теріс болып кете береді. Содан тіпті 55-ке келеді. Одан да сол көрген сайын айты берем дейді бәрі. Бұл да жалықпайды. Олар да кетуіне олар да жалықпайды. Бір күні 3 әулие көрінді дейді, көзіме дейді. Сол үлкен әңгімемізді бітірдік дейді. Сосын өзім бұрынғыша бала сұрадым дейді. Сөйтіп шуды төмен қарып та қалды дейді. Төмен отырған адамдар ғой, басын төмен тұрмын дейді. Олар айтпайтын болды ау деп. Соң Құдайдан құдіреті біреу басын жоғары көтеріп алды дейді. Екеуі соғым бүлгіген бойымен төмен қарап қалды дейді екеуі. Соң біреу көтеріп алды басын, Қарақалпақстанда бір 19-дағы қыз Сәрсенбай деген ағасының қолында отыр.
өзі мұғамын барынша. Менсінбеуің де мүмкін. Егер сен менсінбесең, онда дүниеден баласыз өтесің. Егер менсініп алатын болсаң, содан бір бала көресің. Содан бала көресің дейді. Оны көргеннен кейін қуанып, әкем жағы жеңгілей алған әйел ертіп, бір түйеге мініп, 20 шақты қойын алып, Қарақалпаң қайдасын деп тартады ғой. Неше күн жол жүріп барған, сұрай. Жағы ауыл тауып алады, Сәрсенбайдың. Сәрсенқұл той, Сәрсенқұл. Сәрсенқұлдың ауылын тауып алып сұрайды. Сөйтсе Сәрсенқұлдан Қауымбет деген жалғыз бала туады екен. Жалғыз баладан 8 ұл, 8 қыз өледі екен. 3 әйел алған екен. 8 қыз, сол 8 қыздың біреуі екен бұл. Жағы Сәрсенқұл деген ағасының қолында отыр екен. Әкесі өлгеніне бір жарты жылдай болған екен. Оның алдында бір жылдай ма жағы Пәтеке Софы деген атақты аспанға белгілі Софы өткен екен. Неге Мәккә Мәдинаға 27 рет барған екен. Өте бай болған екен. Соның 27-нің 3-і мал таусылып қалғаннан кейін жаяу барған екен. Жаяу барып, жаяу келіп, 3 рет сонда жалпы саны 27 рет соған әбден Мәккә Мәдинаға баруға ғашық болған адам. Сөйткені сондай адам екен. Соның жалғыз баласы екен Қауымбет. Қауымбеттен жағы 8 ұл, 8 қыз өрген. Соның bir шешем аты Төле, жағы егіз екен, бірінші егізі өлі туған. Сосын мынау тірі туған, менің шешем. Біріншісі өлі туды, мынау соның Төлем болсын деп, Төле оған екен. Төле болып, Төле 19 жасында осындай. Қазақтар ғой? Қазақ қой, қазақ таза, бірақ Қарақалпақ ішінде тұрады. Содан Тақтакөпір деген ауданында тұрады. Содан жағы Пәтеке Софы өлерінде айтып кетеді екен. Менің немеремді бір әулие адам келіп құда түсіп алады. Соған ешқандай қалың мал алмаңдар деп. Бұлай нәзірге беріңдер. Нәзірге? Иә, нәзірге беріңдер деп. Сөйтсе жағы Сәрсенқұл айтатын көрінеді, бізге атамыз нәзірге бер деп өсиет айтқан. Біз сіздің малыңызды алмаймыз дейді. Соны бұл кісі алма дегеніне қоймай, тастап кетті. Мен енді үйіме айдап бармаймын малды деп. Сол 20 шақты қойды, сонда тастап кетеді. Содан сенің алдыңда Қосқара деген бала туды. 3 жаста Қосқара деген тауда туғандықтың атын Қосқара қойып едік деп сөйлейді. 3 жасында қайтыс болды дейді. Одан кейін сен дүниеге келдің. Мен тура 60 жасында туған екен. 60 жасында туылған екен. Менің атымда Алпысбай қоямын деп жүр екен әкем. Сіздің? Иә, сөйтсем жағы 5 баласымен келіп дедім ғой, әжеміз. Соны істелеу деген енді әкемнен үлкен тетелес ағасы бар. Сол жеңгесі, сол істелеу үшін жағы Тамдыдан Қармақшыға көшіп келеді бұл кісі. 37-ші жылы. Мен 38-ші жыл туам. Сонда жағы 3 ай бұрын түсіне кіріпті әжеміздің ізделудің әйелінің Балымгүл деген. Түсінде бір үлкен кісі келіп айтыпты, жағы келінің ұл туады. Атын Серікбай қой депті. Серікбай деген жағы менің әжемнің күйеуі. Иә. Қайнағамның аты ғой, Серікбайды айта алмаймын ғой депті. Қайнағамның атын айта алмаймын ғой депті. Олай болса Берікбай ғой деп жағы кісі. Сосын қуанып, менің әкеме келіп ұл туады екен, әйелің 3 ай бұрын айтады,
сосын да осындай бір көп кісі келіп, атын Серікбай ғой деп еді. Қайнағам аты айта алмаймын деп ем, олай болса Берікбай ғой деп айтты деп. Сонымен мен атым сол бата жасаған сөз Серікбай демес, Берікбай болған себебі сол екен. Енді бұны айтып отырған себебі осының өзі енді керемет емес пе енді. Енді? Иә, сонда әкемнің жағы кереметтерін біреуі ретінде айтып отыр. Менің әкемде тегін адам емес екенін айтып жатқаным ғой. Енді Алтыбай атам сияқты әрі жағдай керемет көрсетпеген мені. Осындай кереметтерді көрсеткен адам. Бірақ аға, сіздің әкеңіз жаңағы атын айтып отырған үлкен әулие, Алтыбай әулие, өзіңіз айтып отырған 99 машайық, 88 әулие дедіңіз бе? 88 мың әулие. 88 мың санаттағы әулие дедіңіз. Санаттағы әулие. Сол санаттағы әулиенің бірі десек. Бірі, сол кісінің... Болу мүмкін, Мен Қожа Ахмет Яссауи санаттағы машайық деп есептеймін өз басым. 99 мың машайықтың біреуі Қожа Ахмет Яссауи деп етем, бас ашық. Енді қараңыз, сонда жаңағы Алтыбай әулиенің үлкен кісілер, бұның барлығы әруақтары разы болсын, үлкен әулиелер туралы айтып жатырмыз әңгімені. Ол кісінің сіздің әкеңіз Асатаяғының мұрагері болып тұр ғой. Иә. Менің әкем сол кісінің енді жолын ұстап тұр ғой. Жолын ұстап, жаңағы Асатаяғы мұра болған. Ие болып тұр соған. Ие болып тұр. Қайда барса сол Асатаяқпен жүрген. Сол алып, сол 17 жыл қызмет еткен Күзім дәулегі. 17 жыл бойы сол Асатаяқты асып алып, қайда барса сол Асатаяқ қолынан түспеген. Енді бұл Асатаяқ қайда қазір? Асатаяқ менің үйімде тұр ғой. Сіз мұрагерсіз? Мен тек мұрагерім, бірақ Асатаяқты жағалай ұстайтындай, әулие болатындай қабілет менде жоқ. Мысалы, жағы қай жерде кім ауырып жатыр, келе алмайтын ауруларға, жағы Шайғы деген баласы, орыстан мұсылман болған баласы бар ғой. Сол келе алмайтын ауруларға өзі барады екен. Әкемді ертіп алады да, сол ауруларды іздеп барып, өзі соны жазып кетеді екен. Сосын олар соңынан жағы өзінің әулиеге атағандарын әкеп беріп жатады екен. Ол әкелген малдары жағы не сайын сойылып жатады екен. 500 қой сойылып жатады. Қайдан келеді? Жұрттан келеді ғой. 500 келесі аптаға дейін тағы 500 қой жинап. 5000 адам болып тұр ғой сонда. 5000 адам болып тұр ғой. 500 қойыңыз кем дегенде 5000 адам. 10 адамнан жесе бірақ. Тіпті. Енді қараңыз. Әулиенің тұқымы әулиеге жанасып, өскен үлкен сондай бір әулеттің баласы екеніңізді білеміз біздер. Оны естідік өзіңіздің аузыңыздан. Ендігі мынандай бір заңды сұрақ тұрады. Жаңағы бағанан бері айтып отырған әңгімелеріңіздің барлығы 124 мың пайғамбар, 99 мың машайық, 88 мың әулие, санаттағы әулие дедіңіз, Сонда санаттағы машайық. Сол әулиелер, машайықтар, жаңағы озған пайғамбардың да атын айттыңыз. Күжімді. Әулие, кейін Күжімді әулие атанып кеткен. Күжім ағашын таудың басына шақырған себеп. Ненің ерекшелігін көрсету керек болған ғой енді пайғамбардың. Кез келген пайғамбар емес, ерекше пайғамбар екенін білдіру үшін таудың басында ағаш шығарып қойған. Енді сіздің бағанан бергі, мысалға бұл әңгімені Берікбай аға, ілуде енді бұндай әңгімешіл аталарды, үлкен кісілерді көрдік қой біздер, шет жағасын. Сонда ол кісілер айтса бір аңыз айтып атқандай, ертегі айтып атқандай, Құдайдың өзі кешірсін енді, біздер бір сөзіне сенсек сеніп, өйткені түсінбейміз ғой. Оны түсінетін рухани дәрежеміз болмай тұр ғой біздің. Енді менде мынандай бір заңды сұрақ туады. Сіз ілімнің, білімнің, ғылымның адамысыз. Сіздің сөзіңіз енді ол өтірік емес, анық. Анық нәрсе.
Енді сол анық сөзіңіз бойынша осыншалық машайықтар, әулиелер, олардың дәлелі осы күнгі мысалы сіздің қолыңыздағы асатаяқ. Енді осы адамдардың барлығы қайда кетті, әулиелік қайда кетті? Енді оның бәрі өзінің кезегімен келеді. Өзі қарғыс атқан әбілс жақсы білесіздер. Алла тағаланың өзімен тайталасып, Құдай болғысы келген. Сол үшін адам атаға сәжде жаса дегенде жасамай қойып, мойнына тауқымет түсіп, періштелік дәрежесінен айырылып қалған жақсы білесіздер. Сол енді шайтан неге ақыр заман болғанша өлмейді. Бұл неге бір қолын кессе, бір шайтан болып кетеді, екінші қолын кессе, екінші шайтан, аяғын кессе, тағы шайтан болып кетеді. Сол әрмен қарай ол шайтандарда өзін кессе, шайтан болып кете береді. Сансыз шайтан болып шығала береді. Бірақ кесіп бастағанмен аяғы қайтадан қалпына келеді, қолы да қалпына келеді. Қай мүшесін кесіп бастаса, сол қалпына келеді. Өзі солай Алла тағаладан сұрап алған. Сондықтан оның әскері сансыз. Бір адамның несіне 1000 шайтан салып қоям десе де шамасы келеді. Оның үстіне жын деген халық бар. Жын деген халықтың өзі кәпір, мұсылман болып екіге бөлінеді. Ол да сол адамзатқа көп сипаты жағынан адамға ұқсайды. Бұл адамнан бұрын өмірге келген инсан, жын деген. Сол кәпір бөлігін өзіне бағындырып алып, ол жында ешқандай білім жоқ. Соның білім үйретеді, шайтанның білімін. Шайтанның өзінде, халық сатқан шайтанның өзінде 300.000 жылдық білім бар. 300.000 жылдық. Сол 300.000 жылдық білімді бүкіл періштелерге үйретіп шыққан. Сонда Жәбәрәйіл періште дейміз, Мәкәйіл періште, Әзірәйіл періште дейміз. Осы періштелердің бәрі қарғыс атқан Ібліс Әзәділ деген атпен жүрген кезде осыдан сабақ алған бәрі де. Яғни солардың барлық періштелердің ұстазы болып өтеді. Яғни періштелерге сан жетпейді. Сол Алланың көмекшілері болып есептеледі. Мысалы осы топырақ плита ғой. Сол плитаны топырақ әлемі деген әлем бар өз алдына. Мынау біздің топырақ, бұл тасып әкелген топырақ ол. Топырақ әлемінен тасып алды, ол өз алдына ғалам. Үлкен бір ғалам, сол ғаламнан тасып әкелген топырақ. Мінеке от әлемі деген өз алдына әлем бар. Және су әлемі деген әлем бар. Жел әлемі деген әлем бар. Олардың өзі 18.000 әлем ғой, соның әрқайсысы бір әлем. 18.000 әлемнің сонда 18.000 әлемнің 12.000-ы жансызда, 6.000-ға ғана жанды. Мысалы, періштелер ғаламы бір ғалам. Мынау құмырсқалар әлемі бір ғалам. Адамзат әлемі бір ғалам. Мінеки құс өз әліне бір ғалам өсткенде жандылардың өзі 6.000 ғалам. Жансыз 12.000, бәрін қосқанда 18.000 ғалам болады. 18.000 ғаламның бәрін түгелдей алақандағыдай бәрі Алла тағала біліп отыр. Мысалы, адамның денесінде 2 миллиард па клетка бар. Оны енді кім санапты? Соның әрқайсының қалай жүріп, қалай тұрған адам денесінде түгелдей Алла тағалаға белгілі. 200 миллиарды да белгілі. Қалай өмір, қай уақытта пайда болды, қай уақытта жоғалады, бәрі түгелдей Алланың есебінде тұр. Сонда әр адамның. Ал жер бетінде қанша миллиард адам бар. Сондықтан Аллада білім де, ғылым да бәрі де шексіз деген сөз. Алланың бір құдіреті, құдіретінің бір көрінісі деп тұрсыз ғой. Бұл ілім, бұл ғылым сізге қайдан келді?
Мен әке шешемнен келіп отыр ғой енді бірінші сол Сіз бір әңгімеңізде 5 жасымнан 18 жасыма дейін осы әңгімені тыңдап өстім. Ештеңесін ұмытпағанмын дейсіз да? Иә, дұрыс. Сол жағы 5 жасымда естіген әңгіме ғой енді. Алтыбай атам туралы бәрін айтып отырмын. Соны 5-ақ жасымда естідім сол әңгіме. Бірақ оны 2 рет адамдар сұрағанда қайталап отырды әкем. 3 рет па, соны 4 рет па естідім. Сонда айтып отырады ғой әкеңіз. Әкем айтып отырады, мен Сіз тыңдап отырасыз. Деп тыңдап отырамын. Сол есімде әбден деталіне дейін қалып қойды ғой. Енді сіздегі аса таяқ иесі кім болады енді? Енді ол әулие шықса дәрежелі. Халық мойындаған әулие болады. Сол халық мойындаған әулие шықса сол иесі сол болады. Бірақ менің тұқымымнан шығуы мүмкін. Бірақ мұрагері кім болады? Мұрагері енді мен болып қаламын. Енді менің кенже балам болып қалады. Әйтеуір аса таяғымыз бар, үмітіміз бар ғой. Иә. Құдайға шүкір оғанда. Иә. Adam's Question. Бұрын соңда адам баласына берілмеген жаңалық тыңнан ашылып отыр. Қола кілт деп есептеймін. Бір ғана сөздің 5 түрлі дыбысталатыны маған ғажап болып көрінді. Соны шешуін ешкім шеше алмапты. 22 жыл дегенде шешілді. Дыбыстың? Әр дыбыстың шыққан тегін де білдім, арғы тегін де білдім, түпкі тегін де білдім. Сон дүниесіне 4-ақ дауыссыз дыбыс, 3-ақ дауысты дыбыс бар екенін білдім. Дүние біле ма бұны? Бұны білмейді қазір, ешкім білмейді. Тек біздің қазгөден басқа біріншіден математика болу керек. Екіншіден теолог болу керек. Үшіншіден көне түркі жағдай ескершілердің бәрін білу керек. Төртіншіден лингвист болу керек. Бесіншіден логика ғылымын жақсы меңгеру керек. Сол сияқты археология, тарих барлығы да бұған қатысады. Жер бетінде мысалға 15 миллиард адам болса, 15 миллиарды да бір-ақ тілде сөйлеген. Нұх пайғамбардың кезінде сөйленген тіл қазіргі дүниежүзі адамзат баласының тілінде бәрібір базалық лексика ретінде сақталып қалды. Міне осыны тексеретін ғылым силабология деп аталады. Силабология дүниеға келу үшін бұған бүкіл дүниежүзі ғалымдары атсалысу керек. Күміс кілтіміз қайда? Күміс кілті ол бүкіл дүниежүзінің ғалымдары осын түгелдей меңгеру керек. Ал енді осы алғы топ бір тілден шықты деуге ешкімнің батылы бармайды. Мен осының 2 бірдей әдісін түгелдей ашып отырмын ғой. Ол 2 бірдей әдісті ешкім әлі ашқан жоқ. Бірінші математикалық логикалық әдіс деп аталады. Екіншісі түбіртектерді айырып ажыратып талдау әдісі деп аталады. Алтын кілтті Нұх пайғамбардың тілін қалпына келтірсе алтын кілт болып шығады. Adam's Question.